Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, саллаллаху алейхи вассалям. Робби шрахли садри, ва яссирли амри, вахлул уқдата мин лисани яфқаху қаули. Ва бағд, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху. Құрметті жамағат, Алла тағала мешітке басып келген қадамдарымызды сауаптан етіп, өзінің разылығына бөленіп, елімізді аман, жұртымызды тыныш етсін. Алла тағала Құранда: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва ма бикум мин ниъматин фа мин Аллах. Сендерде қандай да бір нығмет болған болса, ол Алланың тарапынан дейді. Егер де Алла тағаланың сендерге берген нығметтерін санасаңдар, ла тухсуха, оның санына жете алмайсыңдар дейді Алла тағала. Ибрахим сүресінде: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва атакум мин кулли ма саалтуму. Ол сондай Алла сендердің сұрағандарыңның барлығын берді дейді. Жоғарыда айтылған аяттардың барлығы Алла тағаланың адамға беріп жатқан, жалпы тіршілікке беріп жатқан нығметтері сансыз екендігін баяндап отыр. Бүгін иншалла жұма намазында біз сол нығметтердің ішіндегі үлкені, мұсылман болсын, кәпір болсын, басқа болсын, аң, құс, жүгірген аң, тіршілік, ағаш, өсімдік, баршаға ортақ қажет болған маңызды нәрсе су, судың қадірі туралы иншалла баяндайтын боламыз. Су бұл тіршіліктің көзі. Алла тағала Құранда: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва жаална минал маи кулла шай хайф афала юминун. Тіршілік иелерінің барлығын судан жараттық дейді Алла тағала. Олар сонда да иманға келмей ме дейді. Барлық тіршілікті судан жараттық, олар сонда да иман келтірмей ме деп Алла тағала Құранда осындай аятты келтіреді. Алла тағала бүкіл дүние болмай тұрып, ол мәңгі бар. Сол Алла тағаланың алғаш жаратқандарының бірі су болған екен. Риуаяттарда аршын жаратты дейді, қаламды жаратты алғашқы жаратылыстардың ішінде. Бірақ аршыдан да бұрын тәпсірлерде суды жаратқандығы жөнінде ғұламалар баян етеді. Солардың ішінде Алла тағала Құранда: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва хуаллази халақас самауати вал арда фи ситтати айям. Ол сондай Алла аспан мен жерді 6 күнде жаратты дейді. Ва кана аршуху алал ма. Оның аршысы судың үстінде еді дейді. Оның аршысы судың үстінде еді дейді. Яғни бұл жердегі Алла тағала алғашқылардан болып судың жаратылғандығын баян етіп отыр. Тағы бір аяттарда Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва анзална минас самаи маан биқадар. Біз аспаннан жаңбырды бердік. Маан биқадар, мөлшерлі түрде дейді Алла тағала. Алланың мейірімі ендеше сондай, жаңбырды берді, суды берді, мөлшерлі түрде дейді. Егер де ол мөлшерінен көбейіп кететін болса, адамдар батып, тіршілік суға кетіп, бұзылып кетеді екен. Ал егер мөлшерінен көп емес, кем болатын болса, онда жұт кеуіп құрғап кетеді екен. Сонда осы белгілі бір қанша адам атадан бастап тіршілік келе жататын болса, сол мөлшерді ұстап тұрған Алла тағала екен. Ва анзална минас самаи ма. Шындығында біз аспаннан жауынды, суды бердік, биқадар, мөлшерлі түрде дейді. Осы мөлшерді берген Алла тағала екен. Ол мақтауға, сол нығметті беруші Алла тағала лайықты
Раббымыз екендігін осы аяттарда баян етіп отыр. Құранның ішінде бір заттар бірнеше рет қайталануы мүмкін. Мысалы, қиямет қайымның үлкен екендігі, маңызды, адам оған көңіл бөліп, сол күнде есеп болатынын білу үшін Алла Тағала қияметтің атын Құранның ішінде 30-дан астам рет баяндаған екен. Мысалы, Құранның ішінде қияма, қиямет күні дейді, уақиа, тамма, саха, әл-хаққа, ғашия, қариа, осындай бірнеше 30 шақты атпен Алла Тағала қияметтің ауырлығын, ол күн сондай, ешкім яума ла янфау малун вала банун, ол күні ешқандай дүниеде, ол күні ешқандай балада пайда бермейді. Илля ман аталлаха биқалбин салим, тек Алланың алдында сау жүрекпен, шынайы ықыласпен, Аллаға ортақ қосқапаған күйде келген адам ғана болса, ықыласпен жасаған, сол ғана пайда беретіндігін айтады. Яғни қияметтің ендеше бірнеше рет Құранның аяттарында қайталануы бірнеше атпен оның маңыздылығын айтады. Нығметтер өте көп. Сол нығметтердің ендеше ең үлкенінің бірі, барлығы оған мұқтаж. Жоғарыда айттық, адам болсын, жан-жануар, өсімдік, барлығы мұқтаж нәрсе ол су екен. Суды Құранның ішінде Алла Тағала 63 жерде судың нығметі, судың берушісі екендігі, су жайлы Алла Тағала Құранда баяндаған. Ендеше бұл судың қадірлі, қастерлі, маңызды нәрсе екендігін мұсылман баласы білу керек, ұмытпау керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде айтады: «Мафатихул ғайб хамсатун ла я'ламухунна иллалла» дейді. Ғайыптың кілттері бесеу дейді. Алладан басқа оны ешкім білмейді дейді. Яғни ғайып деген көзден ғайып болған, біз білмейтін нәрсе, біздің шамамыз жетпейтін нәрсе, бізге белгісіз болған нәрсе бесеу дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны Алладан басқа қашан қалай болатындығын Алладан басқа нақты ешкім білмейді екен. Сонда Алла Тағала Құранда Лұқман сүресінің 34-ші аятында былай дейді: «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха индаху илмус саа». Шындығында Алланың құзырында қияметтің қашан болатындығы дейді. Яғни қияметтің қашан болатындығын ешкім білмейді. Тіпті Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда дәл қашан болатынын білмейді, және оған жақын екендігін, яғни оның белгілерін атап өтті. Бірақ Алладан басқа оның дәл қай уақытта болатындығын ешкім білмейді екен. Бұл бір. Екіншісі уайюназзилул ғайса. Ғайс деген жаңбыр, жауын, су. Судың бір жерде тоқтап қалуы мүмкін. Біз енді кейбір белгілерін білуіміз мүмкін. Мысалы, батыс жақтан пәленше, мысалы біздің батыс жақтағы елден жаңбыр, бұлт келе жатса, оны білу мүмкін. Бірақ жалпы Алла Тағала мүлдем жауын бермеймін десе, оның қалай келетіндігін, қалай жауып немесе қашан болатындығын, жұт болатын болса, адамдар дайындала алмай қалуы да мүмкін екендігін біледі. Бұл да ғайып нәрселерден болып есептенеді екен. Үшінші ғайып уа я'ламу ма фил архам. Шындығында Алла Тағала, яғни ананың құрсағында кім болады, оны біледі. Яғни жаратылыстың қалай болатындығы, кім болатын, қандай адам болатындығын ешкім білмейді. Бұл да ғайып. Уа ма тадри нафсум маза таксибу гада. Және әрбір жан ертеңгі күнге не болатындығын оны да білмейді дейді. Қазір біз мешітке келіп тұрмыз, жоспарлаймыз, өте жақсы. Бірақ нақты сол жоспар бола ма, болмай ма, Алладан басқа ешкім білмейді. Уа ма тадри нафсум би айи ардин тамут. Және әрбір жан өзінің қай жерде дүниеден өтетіндігін білмейді дейді. Инналлаха алимун хабир. Шындығында Алла Тағала білуші және хабир, хабар етуші, хабар беруші, хабар алушы Алла Тағала. Ендеше жауынның да қалай болатындығы, қашан келеді, жаумай қойса, қар тамбай қойса, Құранда көптеген қиссаларда ондай нәрселер келтіреді.
Алла Тағала жаңбыр берілмейді, жер қазса жерден су шықпай қалады, тағысын тағы. Ендеше осы жерде де судың қандай маңызды екендігін Алла Тағала Құранда баян етіп отыр. Тағы бір аяттарда Алла Тағала айтады: көрмеймісің, Алла аспаннан жауын жаудырып, оны жердегі қайнарларға қарай ағызуда дейді. Яғни Алла Тағала сол жауынның, жаңбырдың, судың иесі өзі екендігін осы жоғарыдағы аяттардың барлығында айтып отыр. Ата-бабаларымыз бұлақ көрсең көзін аш дейді суға қатысты. Су өмір нәрі, су ырыстың көзі, еңбек кірістің көзі деген бабаларымыздан сөз қалған. Су бар жерде ырыс бар деп, өзен жағалағанның өзегі талмайды деген бабаларымыздың сөзі бар. Яғни барлығы суға байланысты. Тіпті жәннаттың өзінде де тәжри мин тахтихал анхар, ол жерде астарынан өзендер ағады дейді. Каусар, тәсним, көптеген жәннаттағы бұлақтарды айтады. Яғни судың қадірі дүниеде де, ақиретте де маңызды екендігін осы аяттар баяндап отыр. Егер ислам тарихына қарайтын болсақ, басым көпшілік пайғамбарлардың өмірі сумен байланысты болған екен. Мысалы, Нұх пайғамбар деген кезде не есімізге түседі? Не есімізге түседі? Топан су есімізге түседі. Нұх пайғамбар, білесіздер, 950 жыл халқын Алланың бірлігіне шақырды, оны келеке қылды, мазақ қылды. Кейін Алла Тағала ол қауымның осылай бет бұратынын біледі, кейін оған кеме жасауын әмір етеді. Қиссаларда айтады, кеменің өзін жасау үшін ағаш керек, сол ағашты егеді. Сонда адамдар сұрайды: мынау ағашты неге егіп жатсың? Топан су болады, мен қайық жасауым керек. Қайыққа кіргендер аман қалады, иманға келгендер. Одан тыс қалғандар барлығы суға батады деп айтады. Адамдар келеке қылады. Баласының өзі: әке, мені масқара қылдың ғой деп жағасынан алғандай бір жағдайларды қиссаларда баяндайды. Алланың қалауымен расында да үлкен кеме жасалады, топан су басталады. Адамдардың барлығы, кімде-кім пайғамбарға еріп иман келтіргендер болса, олар кемеге кірді, кемеден аман қалғандығын Алла Тағала айтады. Қалғандары, тіпті баласының өзі: мен анау таудың үстіне шығамын да мынау топаннан аман қалам дейді. Яғни биіктіктен, себебінен биіктікке шығып алсам судан аман қалам деп ойлады. Бірақ бүгін қайыққа, кемеге мінбегендердің ешқайсысы тірі қалмайды деп Нұх пайғамбар ескертеді. Бірақ солардың барлығы суға батқандығы жөнді біз тарихтан білеміз. Бұл да бір суға байланысты. Ғалымдар айтады, Юсуф пайғамбар деген кезде Юсуф пайғамбардың бауырлары қызғанып не істеді? Құдыққа тастады. Құдыққа сонда қалды. Кішкентай ғана қарапайым құл боп аздаған дирхам мен динарға сатылып кетті. Қараңыздар, бұл да оның оқиғасы. Юнус пайғамбар деген кезде Юнус пайғамбардың қауымының қарсы келуіне, қауымның иманға келмеуіне сабыр ете алмай, қауымын тастап кетіп қалған кезде кемеге отырады. Кемеден Құра, яғни жеребе тастарылған кезде оның суға лақтырылатындығы жөнінде қайта-қайта түскеннен кейін ол сол жерде түсінеді, Алланың әмірі келмей қауымын тастамау керек екендігін. Бірақ жанындағылардың барлығы оны суға тастау керек деп шешім қабылдап суға тасталған кезде оны балық жұтады. Ол да Юнус пайғамбармен болған оқиғалар. Зәмзәмнің оқиғасын білесіздер, Меккеде шөл, ештеңе жоқ. Бірақ Алла Тағала Исмаил пайғамбардың табанының астынан Зәмзәм шығарды. Меккеге барып келгендер сол жерде Зәмзәмнің қадірін көресіздер. Құм, тастан басқа ештеңе жоқ, бірақ сол жерден таза Зәмзәм шығып тұр. Исламның сумен байланысы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: «Әз-зәмзәму лиман шурибәлә». Зәмзәмді қандай ниетпен ішсе, сол болады дейді. Сондықтан да Зәмзәмді ішердің алдында мұсылман дұға қылып ішуі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өсиетіне сәйкес болған. Ардақты Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның суға байланысты айтқан көптеген
хадистер бар, мұғжизалар да бар, тіпті қолмен ұстағанда ыдысты толғаны, немесе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам су берген кезде бірнеше сахабалар жорықтарда сол пайғамбарымыздың ұсынған ыдысынан су ішіп, бірақ іштегі су таусылмағандығы, яғни ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мұғжизаларынан болған. Тіпті ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, бір күнәһар адам келе жатты, қатты сусады, жолда құдықты көрді дейді. Құдықтан су ішем десе, не шелек, не арқан жоқ. Содан құдыққа түсіп, суды ішіп, қайтадан шықты дейді. Қарасы анандай жерде бір ит тұрды дейді. Қатты қиналып шөлдеген, тіпті мынау сазды, топырақты жалап тұр дейді, қиналған. Соны аяп кететті, қайтадан құдыққа түсіп, алатын ештеңе жоқ, кебіс аяғындағы мәсісі, киімі болса керек, соған суды алып, сол сумен жаңағы итке су берді дейді. Алла Тағала осы үшін шәкәр Аллаху ләху, Алла Тағала оған риза болып күнәсін кешірді дейді. Су берген үшін. Сонда ғұламалар айтады, бұл хадисте бірнеше мәселелер қамтылады дейді. Алла оны жәннатқа неге кіргізді деген кезде, неге оның күнәсі кешірілді деген кезде, ғалымдар айтады, ол адам ол амалын ешкім көрмейтін жерде істеді дейді. Өзі ғана болған. Бұл оқиғаны Алладан басқа ешкім көрген жоқ. Алла Тағаланың елшісі ол хабарды Жәбірейіл арқылы естіп отыр. Қараңыздар. Сонда ешкім көрмеген жерде жасырын жақсы амалды жасаса, сол жерде Алла Тағаланың кешірімі бар дейді, ғалымдар айтады. Екіншісі, ғалымдар айтады, бұл мейірім дейді. Кім мейірімді болса, соған Алланың кешірімі болады дейді. Тіпті Алла Тағала итті айтып тұр дейді. Ал адамға мейірімді болса қалай болады деген сөз. Құранда Алла Тағала айтады, «Уәләқады каррамна бәни Адама». Біз адам баласын құрметтеп қойдық дейді. Пайғамбарымыз итті мысалға келтіріп отыр. Итке мейірімді болған адамды Алла кешіріп жіберді дейді. Ал сіз қиналған, тоңған, аш болған, жетім болған адамның басынан сипап, тамақтандырып, киіндіріп, демеп жіберетін болсаңыз, онда не болды? Қараңыздар. Сонда ғалымдар айтады, бұл жерде мейірімділік. Кейбір ғалымдар айтады, бұл жерде судың мәселесі айтып жатыр. Кез келген адам суға байланысты бір жақсы амалдар жасаса, шөлдеген адамға су берсе, құдық қазса, су тартып берсе, немесе жаңағы елдің керек бір жерде кейбіреулер суды қиналып алуға құдық қаза алмай отыр мүмкін. Құдық қазып беретін болса, су тартып беретін болса, мысалы мына солтүстік өңірлерде бізде дәретхана сыртта қартайған үлкен адамдарға қиын болуы мүмкін. Іштен бір бөлме жасап, оларға су тартып, дәретіне ыңғайлап жасап беретін болса, осы суға байланысты қандай бір әрекет амал болады, сол жерде Алла Тағаланың кешірімі, мейірімі бар дейді ғалымдар. Ендеше ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің артында осындай хадистермен үмметін ізгілікке, сауапты амалдарға үйреткен екен. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесін көрген сахаба Осман бин Аффанның кезінде, бұны машһур қиссалардан білеміз, Мединада адамдар судан қатты қиналады. Сол кезде тек қана бір адамда ғана құдық болған екен. Ол адам сол құдықтағы суын сатады екен адамдарға. Кез келген адамның сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Сонда Осман бин Аффан білеміз, ол саудагер болған, бай мұсылмандардан болған. Сол құдықты сатып алуға құдықтың иесімен сөйлеседі, яһуди болады. Сонда құдығыңды сатшы дейді. Ол қалай сатсын? Күнделікті оған табыс кіргізіп тұрған өзінің кәсібі. Сонда болмағаннан кейін Осман бин Аффан үлкен дүниені ұсынады. Сен маған бір күнін сат дейді. Бір күн мен ие болайын, бір күн сен ие бол. Осыны жартысын, осыншама құнды дүниені сол бір күндік иелікке маған сат дейді. Сонда ол келсе кеткен екен, дүниенің жаңағы көлемі өте үлкен болғаннан кейін. Кейін Осман бин Аффан өзінің кезегінде адамдарға суды тегін береді екен. Ал мұсылмандар қалай алып алыңдар, тегін сендерге, 2 күнге жететін алып алыңдар дейді екен. Сосын екінші күні бағанағы құдықтың иесі сатам десе, 2 күнге жететін адамдарда су бар. Содан анау ұстап тұрған бағасын түсіріп
дирхам жаңа тиынға да адам алмайды, 2 күнге жететін сулары бар. Сосын қайтадан Осман бен Аффан жаңағы кісіге келіп айтады, енді сен барын сата бершейші дейді. Болса да бұл саған ешқандай кіріс кіргізіп тұрған жоқ деп. Сонда жаңағы яһуди сатып жерген екен. Содан Осман бен Аффан сол құдықты сатып алады да мұсылмандарға уақыф жасайды. Уақыф деген сыйға тартады. Көрдіңіздер ме? Енді жылдар бойы сол құдық мұсылмандарға қызмет еткен дейді. Қараңыздар, қанша су ішеді, қанша амал жасайды, ол өте үлкен нәрсе. Сондықтан да су тарту, құдық қазу деген амалдар өте үлкен. Кімнің маңдайына сол бұйырған болатын болса, садақатун жариятун, тоқтамайтын сауап деген осы болады екен, құрметті жамағат. Енді ғалымдар суға қатысты бірнеше әдептерді айтқан. Бірінші мәселе бұл шариғаттағы судың үкімін білу керек. Қараңыздар, су қастерлі болғаннан кейін шариғатта фиқх деген ілім бар, мысалы хадис деген ілім бар, тарих, бәріміз білеміз ғой, тәфсир. Соның ішінде фиқх деген ілім бар. Фиқх ол ғибадаттың ішіндегі мәселелерді зерттейді. Ислам құқық кітаптарында суға арналған арнайы баптар мен бөлімдер бар. Судың түрлеріне байланысты. Мысалы, тазалануға жарамды судың жаңбыр суы, теңіз суы, өзен суы, құдық суы, қар мен бұршақ суы және бұлақ суы дейтін бірнеше түрлері бар. Бұл суды исламда ғибадатта 5-ке бөледі. Ол қандай сулар десеңіз, бұл бірінші өзі таза су және тазалаушы су болып бөлінеді. Бұл шүбәсіз таза су дәретсіздіктен тазартады және нәжісті кетіретін су болып есептенеді. Бұл бірінші. Екіншісі өзі таза және тазалаушы, бірақ пайдалануы макрух. Макрух деген жасалмағаны жақсырақ, сүйкімдірек деген мағынаны. Бұл қоқыс аралаған тауықтар, жыртқыш құстар және мысық секілді жануарлар ішкен су. Бұл таза болып есептенеді, бірақ тазалы макрух болып есептенеді. Үшінші, таза бірақ тазалаушы емес су болып бөлінеді. Бұған қолданылған су жатады. Қолданылған су дегеніміз кіші немесе үлкен дәретсіздіктен тазару үшін, немесе дәрет үстіне дәрет жаңарту үшін, аяқ немесе дене толық тиген су. Оны басқа адам дәретпен ғұсыл үшін қолданыла алмайды. Төртінші, нәжістенген су. Судың нәжістенген, нәжістенбегенін білу үшін алдымен судың төмендегі 2 түрімен танысу қажет. Ол ағынды су. Ағынды су деген сипаттарының дәмі, иісі, түсі бірі өзгермейінше ағынды су мүлде нәжістенбейді. Мысалы, бассейндегі судың ағып шығарылатын жолы мен краны бір мезгілде ашық болса, ағынды судың үкіміне кіреді. Сосын ақпайтын тоспа суға бөлінеді. Кейін 5-ші таза, бірақ тазалығы күмәнді су. Бұл судан есек пен қашар секілді жануарлар ішкен су деп, бұл енді мысалы шариғат ілімдерін үйренем десе, осы сулардың барлығын ғибадат жасап жүрген адам біледі. Жаңбырдың суымен не істеуге болады, бұлақтың суымен қалай, онымен қалай, немесе біреудің пайдаланған суға дәрет алуға бола ма? Осындай нәрселер, бұл ислам діні оның егжей-тегжейін бөліп жасаған. Екінші, суға байланысты әдеп бұл бірінші жаңа айттық, түрлерін білу, оның қолданылу тәсілдерін білу. Екінші, су көздерін ластамауға байланысты. Енді су көздерін ластамауға байланысты ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынандай хадисте айтады: лағнетке ұшырағандардың қатарында болудан сақтаныңдар дейді. Сонда сахабалар айтады: олар қандай адамдар, ей Алланың елшісі деп, ардақты пайғамбарымыздан сол лағнетке ұшырайтын адамдардың кім екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан сахабалары сұрайды. Сонда Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: көпшілік жүретін жолға, саялы көлеңкеге, суға және ағаштардың түбіне дәрет сындырып былғайтындар деп айтқан екен. Қараңыздар, осы жерде барлығы келіп тұр. Су, ағаш, көпшілік пайдаланатын өзен, жағалау, осылардың барлығын ластап, дәрет сындырып, бұл лағнеттелген адам болып есептенеді екен, Алла сақтасын. Сондықтан да біз балаларымызды табиғатқа қалай шығу әдебі, ол жерде қоғамдық орындарды ластамауды үйретуіміз керек екен. Егер ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сондай жерлерде тазалық ұстап,
керісінше оның аман, дұрыс болуын, одан кейінгілерге, ұрпаққа дұрыс пайдалануға, қалтыруға себеп болатын болса, онда сауап бар екендігін, біз бір нәрсе харам болатын болса, оны істемесе, ол адал сауап болып кетеді. Қараңыздар, сондықтан да осындай судың өзін былғап, оған дұрыс емес әрекеттер жасаудың өзі лағнеттеледі деп айтады. Сондықтан да құрметті жамағат, Алла Тағала бізге осындай көркем ел берді, табиғат, құмы да бар, теңізі, ағашы, көлі, осындай көркем табиғат берген болатын болса, біз мұсылман ретінде Алла Тағаланың осы нығметті бізге бергендігіне шүкір етіп, оны сақтап, оны қорғауға тырысуымыз керек екен. Сонда біздің мұсылмандық сипатымыз одан сайын күшейе беретіндігін, ардақты пайғамбарымыздың шынайы үмметі болуға лайықты болады екенбіз. Бабаларымыздың мынандай бір сөзі бар, бабалардан қалған: суға түкірме, суға дәрет сындырма, суға қоқыс төкпе, суды былғама деген, немесе мысалы су ішкен құдығыңа түкірме деген сөздерді айтады. Мысалы астарлы болса да, жалпы суға байланысты осындай бабаларымыз тыйымдарды, әдептерді көрсетіп кеткен. Сондықтан да біз дастархан басында, үйде балаларымыздың осы нәрселерге көңіл бөлу керек екендігін біліп, және де сол әдептерді оларға түсіндіруіміз керек. Үшінші мәселе суды ысыраф етпеу. Алла Тағала Құранда ысырап деген мөлшерінен тыс пайдалану деген сөз ғой, суды. Мысалы қаншама елді мекендер бар, суға зардап. Африка елдерін білеміз. Немесе жан-жануарлар бір жұтым су үшін, анау теледидарда көрсетеді ғой, басын, өмірін тігіп, ол жерде қолтырауын крокодилдер бар екенін біледі, бірақ сонда да бір жұтым су үшін сондай нәрсеге барады. Адам қиналған кезде, судан айырылған кезде, сондай өмірін қатерге тиетін жерге бару мүмкін. Бізде енді кейбір кезде су крандарда, жерде ағып жатқаннан кейін қолда барда алтынның қадір жоқ дейді, қазақта айтады. Соның қадірін білмей қаламыз. Қараңыздар, сондықтан да оны ағынды су болса да, оны ысырап етпеу керек екендігін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мөлшерінен тыс пайдаланбау керек екендігін айтып өткен екен. Сондықтан да осы нәрселерге біз көңіл бөлу керек. Жоғарыда айттық, бұл су ол нығмет. Алла Тағала Құранда айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, сумма латусалунна яумаидин анин наим." Сосын сендер сол күні нығмет атаулыдан міндетті түрде сұраласыңдар дейді. Ендеше Алла Тағала суды берді, нығмет болатын болса, сол суды ысырап еткен үшін сұраласымыз. Басқа да кез келген нығмет сұралады екен. Сұрау деген сөз, оны қалай пайдаланды, дұрыс па, жоқ па, ескертулер келіп жатыр, естіп жатырмыз. Енді бұдан кейін біз амал қылуымыз керек, оған көңіл бөлуіміз керек екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам суды қадірлеп, мысалы тамақтан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай дұғасы бар: "Альхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва жа'алана минал муслимин." Бізді тамақтандырған, бізді сусындандырған, бізді мұсылман қылған Алла Тағалаға мақтау болсын дейді. Кейбір кезде адамда қаншама байлық болуы мүмкін, сол байлық тамағынан өтпей қалады. Әртүрлі жаман аурумен ауырып жатқан адамдармен кездесеміз ғой. Шіркін-ай, бір жұтым суды еркін жұтсам екен деп армандап отқан қаншама бауырларымыз бар. Қараңыздар, сондықтан да судың жұтылып ішке кетуінің емін еркен, ол үлкен нығмет екен. Қараңыздар, оны сезінбей жатамыз. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осылай үйретеді: бізді тамақтандырған, тамақтан кейін осыны айт дейді. Тамақтандырған, бізді сусындандырған, суды ішуге мүмкіндік, жеңілдік берген, және бізді мұсылман қылған Алла Тағалаға мақтау болсын деген сөзді айту. Қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да осы жерде судың қадірін айтып отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі бар: "Иннаху саякуну фи хадихил умма қаумун я'тадуна фит-тухури вад-дуа" дейді. Бұл үмметімнің ішінде дәрет пен дұғада шектен шығатын бір топ болады дейді. Дәрет пен дұғада дейді. Дәретте шектен шығу деген сөз не? Суды асыра көп. Мысалы, дәрет алуға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қалай дәрет алатынын көрсеткен екен. Сонда сахабалар аз ғана сумен пайғамбарымыз дәрет алғанын көрген екен. Қараңыздар,
дәрет осылай алады. Кім бұдан асып кететін болса, дұрыс емес екендігін айтады. Қараңыздар, сондықтан да суды ағызып қойып, одан кейін қолды алып, оны тартқанша ол аға береді. Сол бір адам дәрет алған судан 10 адам дәрет алуы мүмкін. Қараңыздар, бірақ ол кісі барлығын жіберіп, одан кейін кеп намазда тұрып, ықыласпен оқып тұру қалай болады ол? Сондықтан да осы намазда біреулер айтады, мен ықыласым, ниетім бұзыла береді, неше түрлі ойлар келе береді ойыма дейді. Бірақ сіз намаздағы бұл ойлар сізге, осы нәрселер әсерленбеу қайдан келеді? Оның алдындағы амалдарыңыздан. Егер де оның алдындағы амалдар біреуді ренжітіп, біреуге қатты болып, ақысын жеп, немесе жаңағыдай исраф қылып пайдалансаңыздар, сіз намаздан басқадан ықылас ала алмайсыз. Өйткені оған дейінгі амалдардың барлығы дұрыс болмағандықтан. Судан шектен шығатын адамдар болады деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осылай баяндаған екен. Құранда тағы бір аятта айтады: аузу биллахи минаш шайтанир ражим, ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин дейді. Осы соңғы аятпен тамамдайық. Алла тағала айтады: жеңдер дейді, уашрабу, ішіңдер дейді, ва ла тусрифу, исрафшылдық қылмаңдар, шектен, мөлшерден шектен шықпаңдар дейді. Иннаху ла юхиббул мусрифин, шындығында ол исрафшылдарды жақсы көрмейді дейді. Шектен шыққандарды жақсы көрмейді дейді. Енді қараңыздар, Алла тағала жеңдер, ішіңдер дейді. Жегенде исраф қылуды білеміз, түсінеміз. Көп тамақтар шашылып, нан, бірдеңе шашылып көрініп отырады. Екіншісі Алла тағала айтады: уашрабу, ішіңдер дейді. Қараңыздар, сонда тамақ пен суды қатар айтып отыр Алла тағала. Жеңдер, ішіңдер, және исрафшылдық қылмаңдар дейді. Сонда тамақтан да, судан да исраф қылма деген мағына айтылып тұр дейді. Сіз тамақты қалай исраф қылмайсыз? Көп тамақ жасап, ол бүлініп кеткенін өзіңіз мөлшерін білесіз ғой. Сол сияқты судың да мөлшерін үйде білу керек екен. Одан тыс. Бұл арты не? Иннаху ла юхиббул мусрифин. Шындығында Алла исрафшылдарды жақсы көрмейді дейді. Ал егер Алланың жақсы көруінен махрум қалатын болса, алыс болатын болса, өмірде қандай бақытқа кенеле аламыз? Сондықтан да Алланың жақсы көруінен тыс қылатын нәрсе бұл мөлшерден тыс исрафшылдық екен. Алла тағала суды үнемдеп, мешіттерде болмасын, қоғамдық, тіпті үйде де оны үнемдеп жүрсек, біз мұсылмандық сипатты Алла тағаланың ризалығын алуға үлкен жол алады екенбіз. Алла тағала баршамызды шынайы ықыласты, Алла тағаланың әмірін орындаған, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өсиетін өз өгінен өткізіп, амалын асырған мұсылмандардан болуды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика.